Сізді артық салмақ мазалай ма? Көбінесе әйел адам болғандықтан біздер артық салмақтан арылғымыз келіп диета ұстап, немесе жаттығулар жасап жатамыз. Көбінесе әйел адам болғаннан кейін, босанғаннан кейін қарнымыз қалып қойып жатады. Оның салдарынан не әдемі киім кие алмай, не жаңағы қарнымыз мазалап жатады. Оның әдісі бірақ сәбізбен арықтау. Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге арықтаудың ең оңай жолын көрсететін боламын. Үй жағдайында бірақ сәбізбен арықтаймыз. Ол үшін біздерге жылы кәдімгі бөлме температурасындағы су қажет болады. Ол суымыздың үстіне 4 ас қасық айран құямыз. Мына жерде менде түспей қалыпты. Міндетті түрде 4 ас қасық айран құйыңыздар. Жақсылап араластырып, үстінен сірке, жаңағы алма сірке суын құятын боламыз. Яғни яблочный уксус кез келген дүкендерден таба аласыздар. Бұны 2 шай қасық қосамыз. Мен үйдегі бар мен базар деп қоса бердім. 2 шай қасық қосасыздар, жақсылап араластырып, оның үстінен 2 ас қасық сәбіз қосамыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп алыңыздар. Және де бұл детоксты сіздер міндетті түрде жатардан алдын 2 сағат алдын ішіп алыңыздар. Содан кейін сіздерде результат пайда болады. Мен кәдімгідей нәтижесін көріп отырмын. Сондықтан мен сізге бөлісейін деп шештім. Дәл осыны бір апта ішсеңіздер 7 килограмм тастайсыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәдімгідей қарындарыңыз кетеді. Диетаның бір жақсы жері, сіздер ауыздарыңызды тыйсаңыздар, көп тамақ жей бермесеңіздер, тез арықтайтын боласыздар. Міндетті түрде дәл осы детокс жасап көріңіздер. Видеом ұнаған болса лайк, комментарий қалдырып кетіп, менің каналыма тіркеліп алсаңыздар. Қош сау болыңыздар.